Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін солтүстік Қазақстан облысының белді қаламгерлерінің бірі, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, көңіл көкжиектері, тіршілік тынысы, жан шуағы, бұлбұр дәурен, жүрек сыры, өмір өзегі деген өлеңдер жинағының авторы Тоқтар Зікірин ағамыз біздің даналық шаңырағы кітапханамыздың бүгінгі қонақ ретінде келіп отыр. Бүгін ерекше бір қуанып айтатын жағдай, алдағы уақытта қазіргі жағдайға байланысты әлеуметтік желі арқылы жүздесіп отырсақ, алдағы уақытта көрермендермен үлкен деңгейде тұсауы кесілетін жүрек сыры деген өлеңдер жинағын шығарып, сиясы кеппеген жүрекке жетпеген осы кітап төңірегінде әңгімелескенді жөн санап отырмыз. Ал Тоқтар аға, қош келдіңіз. Жалпы ақынның әрбір кітап өзінің перзенті секілді. Сол перзенттің оқырманына жетіп, оқырманның ішінде өзінің жүрегінен орын алатындай өлеңдеріңіз болып жатса, әрине нұр үстіне нұр деп ойлаймыз. Сондықтан сіздің де оқырмандарыңыз бар, жастар біздер де оқып жүреміз. Енді әрбір кітаптың өзінің бір ерекшелігі болады. Сіздің осы шығып отырған жүрек сыры өлеңдер жинағыңыз, жалпы бұлбұр дәурен, тіршілік тынысы, көңіл көкжиектері, жан шуағы, өмір өзегі, осы кітаптардан ерекшелігі қандай деп ойлайсыз? Әрбір кітаптың өзінің бір жеке ерекшеліктері болады, тақырыптары болады. Былай бастап айтайын онда. Мен өзім осы өлең жазып, қолыма қалам алғалы 50 жылдан асып барады. Мен бірақ мектеп қабырғасында жүргенде өлең жазып, қазіргі өзіміздің жас балаларымыз сияқты мектеп қабырғасында жүріп қалам алған жоқпын, бірақ мектептен кейін жоғарғы оқу орнына түскен жылы бірден сол өлеңге көңілім ауып, сол өлең жазуға әуестене бастадым. Оған мүмкін себеп болғаным, сол жоғарғы оқуға түсер жылдың алдында бір жылдай ауылда еңбек еттім. Қой бақтым, далада болдым, далада жүрдік. Жер жырту, тырмалау сияқты дала жұмыстарына да араластық. Сонда көрген табиғаттың әдемі әсерлері, сондағы ауылдың тұрмысы, сондағы ауылдың жан дүниесі, көркем келбеті, бір сөзбен айтқанда өзіңді аялаған ортаның әсемдігі көңілге бір шоқ түсіріп, жыр отын тұтатқан сияқты. Сол көп кешікпей сол жоғарғы оқу орнының бірінші курсына жүргеннен бастап өзіме маза бермей сол қолыма қалам алдым. Онда алғашқы өлеңдерді өзімнің қойын кітапшама жазып, ешкімге көрсетпей жай жазып жүрдім. Сосын артынан бірте-бірте енді сол өзіме ұнаған кейбір өлеңдерімді өзімнің облыстық Ленту, онда көзі Ленту, облыстық Ленту газетіне жолдай бастадым. Сол алғашқы өлеңдерім сол Ленту газетінде шыға бастады. Туған жерге, анама арналған өлеңдер сол Лентуда шыға бастады. Сосын өзім Қарағанды кооператив институты деп аталады, қазір экономикалық академия. Сонда Қарағандыда ол кезде орталық Қазақстан деген газет шығып тұрды. Қазір де бар. Сол газетпен тығыз байланысқа шықтым. Онда қазақтың бір жақсы ақындарының бірі Мақсұт деген бір ағайымыз істеді. Қазір фамилиясы есіме шығыңқырап тұр. Сол кісі көп нәрсеге, көп әдебиетке, әсіресе жыр өнеріне біраз маған үлгі болды, тәлім тәрбиесін көрсетті. Сол кісінің арқасында сол орталық Қазақстан газетінде де өлеңдерім жиі шығып көріне бастадым. Солтүстік Қазақстанда да шығып, сол бірте-бірте өзі институт қабырғасы 4 жылдық ол кезде. Ол көзі шығатын уақыт қой ол кезде. Сол жылдардың ішінде сосын енді
өзіме ұнаған тәуір деген өлеңдерімді республикалық басылымдарға бере бастадым. Әсіресе ленші жас, Қазақстан әйелдері, мәдени және тұрмыс сияқты журналдарға жиі шыға бастадым. Сол кезде ленші жас газетінде ол кезде бір шоқ, бір туар жақсы жазушы ақындар жұмыс істеді. Оларды атап айтсам, Оралхан Бөкеев, Жарысқан Әбдірашев, сосын кім? Сағат Әшімбаев деген, қазіргі Мәулен Әшімбаевтың әкесі. Сол кісілер жұмыс істеді. Ол кісі сыншы болды. Сол әсіресе Сағат Әшімбаев маған көп көңіл бөліп, өлеңдерімді жиі сұратып алып, жиі жариялап тұрды. Ленші жасқа ол кезде жарты беттен өлең жазып, өлеңдермен шығу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондай бірнеше рет топтама өлеңдерім шықты енді. Ондаған реттер. Содан кейін дәл сол сияқты Қазақстан әйелдерінде де Рза Қонақберген ақын бар. Сол кісімен жақсы не болдым. Ол кісі редактордың орынбасары болды. Сол кісімен де жақсы таныс болдым. Ол кісі де солай сұратып, кейбір мерекелік нөмірлерге өлең жазып беріп сұрайды. Сол кісімен онда да жақсы қарым-қатынасы болды. Өлеңдерім жарияланып тұрды. Дәл сол сияқты мәдениет және тұрмыс журналында да өлеңдерім топталып шыққан кездері бар. Ал енді ол кезде айта берсе енді өзім көзім көрген ақындардың ішінде Қадыр Мырзалиевпен де дәмдес болдым. Сағи Жиенбаев, Жұбан Молдағалиев, Қалижан Бекқожин. Енді олар толып отыр айта берсем. Тұманбай Молдағалиев те өзі сонда жүрген жігіттер, жастар айтады. Бір-біріңізге ұқсайсыз деп шынында да кескін келіп өте маған кішкене ұқсаса болады. Ол маған мен ұқсаса болады. Солай ол кісі де күлетін сол көп күншектеп. Баламды. Сондай жағдайлар болды. Соның арқасында мынау осы өлеңге беріліп, ақынды жолға түсіп кеттім. Ал енді бірақ негізгі жұмысым менің бітірген оқуым сауда саласы болғандықтан, сауда саласында жүріп, мен басында кітап шығару, сол ақындыққа бір жол бетбұрысқа мойын бұрғам жоқ. Ең бірінші өзім сол сауда саласында еңбек еттім, бірақ көптеген жоқ. Экономист болдым. Мамандығыңыз сол салада болды. Одан кейін газетке келдіңіз, олда да бір... Жоқ, газетке бертінде келдім. Көп жыл істедім, сонда сауда саласында. Сонда, бірақ өлең жазуды, шығармашылықпен айналысуды бір сәтке де тоқтатқаным жоқ. Ол өзімнің күнделікті өмірімдегі қатар жүріп жатқан тынысым сияқты болды. Шын айтқанда. Өлең деген ол бір ақсүйек өнер, қанға сіңген қасиет, сүйекке біткен, бітетін өнер деп айтуға болады. Яғни Тәңірдің өзі Алланы махаббатпен жаратады екен. Мына табиғаттың, ғаламның, әлемнің, өмірдің құбылыстарын барлығын бірінші сезінетін ол әрине ақындар. Ақындар өзі саусақпен санарлық, өзіңіз білесіз. Сондықтан да осы ақындарға деген ерекше халықтың ықыласы бөлекше, халықтың жалпы ойында жүрген, халықтың өзі бір сөзбен, түйсікпен сезіне алмаған дүниені өлеңмен өріп, қара сөзбен суреттеп әкеліп, осындай бір тамаша жыр жинақтарын шығарып, ол үлкен бір жетістік деп ойлаймыз. Сондықтан енді сізге қарап өсетін жастар көп болсын деген ниетіміз бар, тілегіміз бар. Енді осы мынау жүрек сыры өлеңдер жинағыңыздан бір өлеңдер оқып берсеңіз. Біздің оқырмандарға. Өлеңдер оқиын. Бірақ мен кітаптар туралы басында сұрадым, оны айтпай кеттім. Тоқтала кетсеңіз сол кітаптарға. Тоқтала кетейін. Кітаптарды мен кітап шығаруды шын айтқанда кейінірек қолға алдым, кейінірек. Бірақ өзімнің жинақ қорында сол өлең қоры болғандықтан оны шығарған мүмкін көп қиыншылық туылмады. Тек қана оны іріктеп, жөндерін түзеп, өзім іріктеп, сол жүйеге келтіріп, кітап қылып ұсындым басында.
сонда алғашқы жинағым жан шуағы, одан кейін көңіл көк жиектері, тіршілік тынысы, сосын бұл бір дәурен, өмір өзегі, сосын соңғы жинағым жүрек сыры. Өмір өзегі енді мен өзімнің мынау 70 жасқа толған тойымда 2 жыл бұрын осам. Соған бір белгі болсын деп алғашқы шыққан 4 алғашқы шыққан 4 жинағымнан толық шығармалар топтамасын құрған сияқты болдым. Бұл енді шын айтқанда таңдамалы жыр жинағы деп айтуға болады. Осы 4 кітаптың. 4 кітаптың. Ал енді мынау жүрек сыры, енді бұл одан кейінгі жазылған жаңа жыр топтамалары. Енді осыдан бір-екі өлең оқып берейін. Дұрыс, иә. Мынау қазір енді бәріміз айтамыз, өмірде жағдай қазір тығырыққа тірелгендей болып жүрміз. Экономика жағынан болсын, мынау қазіргі дерт жағдайы болсын, аса жеңіл болып тұрған жоқ, халыққа да, елге де. Сондықтан да ақындық айтса да оған енді тығырыққа тірелген кезде жазған өлеңім бар. Соны оқиын. Ой кешемін, тереңіне батамын, көп ойлаймын, не боларын отаным. Ауыз бірлік деген бізде жоқ әлі, өсіргенмен ұлттар саны қатарын. Көз алдыма елестетсем көнені, құрсауы бос, кепкен бөшке келеді. Ассамблеяны қолдан құрып алдық қой, қаңсыған соң босай ертең шегені. Өзген айтпай өзімізді алсақ та, елдің әлсіз әзір тұтастығы алшақта, бір-бірімізді мүждеп бір жатқанда, жұрт болсын ба қосылғандары жолшақта. Арыздығын тарылталмас өрісін, жетіп жатыр қазақтың кең жері шын. Тәңірінің төрін беріп жатқандай, қалай ұғу керек ұлылық керсін. Жершілдіктің түп төркіні тым әрі, ол дегенің жікке бөлу құралы. Сырттан шауып басып кірген ешкім жоқ, не шықса да өзімізден шығады. Үстемелеп ұрлығы мен қарлығын, естімеген өзгелерден зармығын, биліктегілер қалың елден қол үзіп, қойып алды қарсы өзіне барлығын. Тығырыққа тірелген кез осындай, шыны керек үркіп қорқып шошыр жай. Бірлік туын бір ұстайтын кез келді, бей берекет тарыдайын шашылмай. Бәрекелді. Көл безмен көл киімде. Бергенімнен алғаным көп өзгеден, оны бірақ ұтылыс деп сезбеген, Құдай білген көл мінезбен көл киімін, ата жаста енді қалай өзгерем. Жан адамға жұққан емес кіршігім, тәңір жолда жүрген адал құлшымын, көлең кесе түсетұғын бұлтым жоқ, жыр төгілген сезімдерім тым шырын. Қысқа түсіп жатсын қолым сермеген, озғандардың жолын кескен пендемен, бүгінгінің көп айтылмас шындығы, дүлдүлдер жоқ қатар өтер кермеден. Еркежелі сияқтымын даланың, көпшіліктің аңдайтұғын қабағын, көртіп жатқан көл мінезім осындай, басымдағы менің, бәғім менің таланым. Бәрекелді аға, енді біз бұл жүрек сыры өлеңдер жинағын оқырмандарға, келген оқырмандарға беріп отырамыз. Өйткені сіздің мына өлеңдеріңіз туралы біздің университетте арнайы курстық жұмыстар жазылып тұрады. Сол кезде біздің мына кітапханамызға біздің оқырмандарымыз сіздің өлеңдер жинағын сұрап келіп тұрады. Енді бұл өлеңдер жинағы жалпы біздің кітапханамыздың сөресінде рухани қазына болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырылатын ең бір рухани байлық деп айтуға болады. Сондықтан алдағы уақыттағы сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Деніңізге қуат тілейміз. Міне осылай өмірдің жалпы аз уақыттың ішінде барлығына тоқталып кеттіңіз. Бұл кітаптардың қалайдан қалай шығуы, жаңа кітаптарды өзіңіздің алтын қорыңызда сақтауды болғаннан кейін, әйтеуір барлығы осылай кітап болып оқырманына жетсе, өлең деген нәрсе ол оқырманға жету керек. Сонда ғана ақын бақытты деп ойлаймыз. Сондықтан алдағы уақытта жазарыңыз көп болсын. Сіздің әлі де біздің көрермендеріміз толық залға келіп отыратын кезде
осы кітабыңыздың тұсаукесерін жақсы деңгейде кесетін боламыз ғой деген ойдамыз. Оған дейін де бұл өлеңдер жинағыңыз оқыла береді, оқырманын табады. Сондықтан деніңізге қуат, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Аманжол, саған да рахмет. Бұл кітапханаға бұл бірінші келуім емес, өткенде де бір-екі рет осындай кездесулер өткізген оқырмандармен. Сіздерге рахмет, көңіл бөліп, шығармашылығыма ден қойып, соған демеу беріп отырғандарыңызға өз көңілімнен ыстық алғысымды